Йоу достар, бәріңе сәлем. Femto арнасында Half-Life 1 туралы ең ыстық, ең түсінікті шолу. Бүгін біз бір сағаттық ұзақ видеоларды қарап уақыт жоғалтпаймыз. Бұл аңыз ойынның бүкіл сюжетін небәрі 3 минутта ең сорпасын сығып алып, түсініп шығамыз. Лайктарыңызды басып, экранға жақынырақ отырыңыздар. Femtoмен бірге кеттік. Апат. Бәрі қалай басталды? Таныс болыңыздар, бұл Гордон Фримен. Тақ, жасы 2-7-де көзілдірік таққан, сақалы бар кәдімгі теоретик физик. Ол Нью-Мексико шөліндегі өте құпия Черная Меза, Black Mesa лабораториясында жұмыс істейді. Бір күні Гордон жұмысқа кәдімгідей кешігіп келеді. Оның бүгінгі міндеті өзінің әйгілі сары HEV қорғаныс костюмін киіп, басқа өлшемнен әкелінген жұмбақ кристалды алып аппаратқа салу. Бірақ шефтердің есептеуі қате болып шығады. Кристалды салған сәтте аппарат жарылып, қасқаттық резонанс деген пәле басталады. Біздің әлеммен Зен Хсэн деп аталатын жатпланеталық әлемнің ортасында портал ашылып кетеді. Зертхананың астан кестеңі шығып, айналаға хедкрабтар, вортигонтар мен түрлі құбыжықтар қаптап кетеді. Монтировка мен екі жақты соғыс. Естісіз жатқан Гордон оянып, қолына ең алғашқы әрі ең басты қару ломды монтировканы алады. Оның мақсаты жер бетіне шығып аман қалу. Жол жөнекей ол құбыжықтарды соғып, тірі қалған ғалымдарды құтқарып, жер бетіне шығады. Әскерлер құтқаратын болды деп қуанғанда, үкіметтің HECU деген арнайы жасағы төбе көрсетіп, ғалымдарды оңды солды ата бастайды. Көріп тұрғандарыңыздай, үкіметтің жоспары апатты жасыру үшін барлық куәгерлердің көзін жою. Енді Фримен нағыз Рембоға айналады. Ол бір жағынан жатпланеталық хайуандармен, екінші жағынан тіс қаққан спецназбен соғысады. Ракета ұшырады, алып құбыжықтарды өртейді, қысқасы, зертхананы жалғыз өзі қанға бөгейді. Зен әлемі және ең басты бос, аман қалған ғалымдар Гордонға. Фримен, жер бетіндегі порталды жаба алмаймыз. Себебі оны арғы әлемнен бір алып күш ашық ұстап тұр. Лямда кешеніне барда, Зен әлеміне телепорттал, дейді. Гордон тәуекелге бел байлап, басқа өлшемге секіреді. Зен әлемі ғарышта қалқып жүрген аралдардан тұратын өте оғаш мекен. Ол жерде Фримен құбыжықтардың зауыттарын талқандап, ең соңында бас-бос алып шатын нәрестеге ұқсайтын Нихландқа жетеді. Мезім кептіретін ауыр шайқастан кейін Гордон оның бытшытын шығарып, Нихландты өлтіреді. Портал жабылды, адамзат құтқарылды. Жұмбақ мырза және үлкен таңдау. Бірақ шоу мұнымен бітпейді. Нихланд өлген сәтте уақыт тоқтап, Гордонның алдында ойын бойы костюм киіп, портфель ұстап, сырттай бақылап жүрген жұмбақ жеман пайда болады. Ол Гордонды беймәлім вагонның ішіне кіргізіп, былай дейді: сен өте жақсы соғыстың, Фримен. Мен жұмыс берушілеріме сен сияқты кадрлар керек. Сондықтан саған екі таңдау беремін. Бірінші таңдау. Сен бізге жұмысқа тұрасың. Вагонның есігінен өтте, мен сені уақытша ұйқыға, стазиске жіберемін, керек кезіңде оятамын. Бұл канондық таңдау. Half-Life 2 осы жерден басталады. Екінші таңдау. Егер бас тартсаң, қазір сені мына Зен әлеміне, мыңдаған ашулы құбыжықтардың ортасына қарусыз тастап кетемін. Таңдау өз қолыңда. Гордон, әрине, біріншісін таңдайды. Экран қарайып, титрлар жүреді. Мені Half-Life 1 ойынының бүкіл сюжеті осы. Достар, видео ұнаса, Femto арнасына тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны түртуді ұмытпаңыздар. Сіздердің ойларыңызша, бұл жұмбақ жемен кім болуы мүмкін? Комментарийге жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.